Қалқаман Әбдіқадыров. Тәтті қауын. Август айының бас кезі болатын. Таңертең төмпешіктің үстіне шығып қарағанымызда жазық дала бейне бір тыныштық теңіздің көгілдір беті тәріздеді. Қожа Ахметтің моласы сол тынық теңіздегі жалғыз желкенді қайық сияқты көрінеді. Сол көрініп тұрған жалғыз мола Түркістанның ортасында ғой, кете берейік, дедім жолдасыма. Асықпаңдар, ыстық күннің сағымы алыстаған жақындатып көрсете береді. Көрініп тұрса да көп жер. Астық тасқан көлік қайтқан соң қалаға жеткізіп салармыз. Шөлдеп қаласыңдар, деді қарт колхозшы. Жұмыс көлігін әурелеп қайтеміз, деп көрініп тұрған қалаға қарай туралап жүре кеттік. Біз Абат колхозынан шыққанда ұлы сәске болып та қалған еді. Күн көтерілген сайын ыстық қоюлана берді. 5 километрде жүрген соң-ақ жер беті отқа қақтаған темірдей қоңыр тартып, қоңырсық иіс шығып, шоқтанған көмірдің жалыны тәрізді бұлдыр көтеріле бастады. Төбемізге төнгендей болып тұрған сұлтанның мешіті, Қожа Ахметтің моласы, кейін шегініп, көз ұшында қылтиып, қазықтай болып көрінді де, аздан кейін мүлде жоғалды. Түсі өрт жалғандай сарғая бастаған шағыр жусан, адыраспанға жабысқан шілде қоңыз, шегірткенің шырылдаған үні үдей түсті. Аяқ басуымыз баяулай бастады. Әлдеқайдағы шөлде өлгендердің оқиғалары ойға түсе берді. Шөл әбден жеңіп, аяқ басуымыз сұйыла бастағанда, бір бүйірдегі балшықтан сойылған күркеден түтін бұрқ ете қалды. Келе жатқан бетімізден аздап бұрыс та болса, соған қарай беттедік. Күркеге су сеуіп сыпырып, салқын етіп қойып, шай қайнатып, қарт диқан отыр екен. Сәлем берген бізге мұқият бір қарады да, ішке кір дегенде ишаратпен егін қақты. Шай ішкен соң қарт диқан: енді аздап тыныс алыңдар, менің кішкене жұмысым бар еді, деп сыртқа шығып кетті. Біз төселген көк шөптің үстіне бауырлап жата қалыстық. Ұйқымыз қанып, далаға шыққанда күн еңкейіп қалған екен. Салқын күркенің іші аздап бойымызды тоңазытып тастағаны білінді. Тауға қарай беті шетіне көз жеткізбес қауын егістік екен. Екі қауынды көтеріп, қарт диқан келе жатыр. Әкелген қауынды күркенің көлеңкесіне қойып: балаларым, күн ыстығының оты қайтты, мына қауынды жеп қалаға жүріп кетіңдер, деді. Біз қарттың қасына отыра қалыстық. Ол қауынның бірін жарып, бірін кесіп аузына салды да, диқан бабаның 40 айдай жұмсартқан жерінен трактордың бір айдаған жері ұлпа болып еді. Тәттілігі де асып түскен екен. Балалар, жей беріңдер, деп алдымызға 2 кеспе қауын қойды да, өзі екінші қауынды жарды. Біз шірнесін аузымызға бір-бірден салып, соншалықты тәтті қауынды тауыспай жатып, екіншісін жарған қартқа: ақсақал, екіншісін жарғаныңыз қалай? Алдымен мынаны тауысып алайық тағы, дедік. Тәтті алуан түрлі болады, балам. Әрқайсының дәмі өзінше басқа. Жеп отырғандарың колхоз агрономдарының жаңадан тапқан тұқымы. Бұл айрықша тәтті. Мынаны да жеп көріңдер. Бұл Түркістанның мыңдаған жылдар тәтті деп келген қауыны. Бір кезде диқан баба еккен қауынның тұқымы еді. Биыл тек қана 1 гектар жерге егіп отырмыз. Мүмкін келер жылы екпеспіз де, деп бір-бір тіліп берді. Бірақ сусынымызды қандырып тастаған алғашқы қауындай дәмдемес екен. Ата, сіз қайта-қайта атап отырған бабаңыз кім? Ол қай заманда қауын еккен адам? Деп екеуміз бетіне қарадық. Тәтті қауынның әңгімесі сол қарттың айтқаны еді. Осы Түркістанның бектер билеп тұрған бір дәуірі болса керек. Қысыр сиырдың сүтінде Қаратаудың аз ғана суы Яссауи арығы болыпты, деді қарт диқан. Қара жердің таңдайын жібіткендей сол аз су бөктерлеп ағып, ылдиға жайылғанда, алдымен егіннің суаратын құйқалы жердің иесі байбатшалар екен. Олар тәуір жерді бармағына басып, 5 бақшалы балшық қорған мен шырайын алдырып қоршап алған сонау Қаратаудан сылдырап құйылған Яссауи арығы, онан шыққан ұзын жаптар, көтерме тоғандар суды сүйемелеп отырып, байбатшалардың сол зәулім қорғандарына кіргізген. Оның іші алма, жүзім, алша, өрік,
Ол қорғандардың ішінде әлденеше жүздеген жалдамалы құлдар жалаңаяқ жұмыс істеп, таң атқаннан күн батқанша қарш-қарш кетпен шабатын болған. Байбатшалар кісіні базардан жалдайды екен, деді қарт диқан. Байбатшалар кісіні базардан жалдайды екен, деді қарт диқан. Міне, базар қайнап жатыр. Сонау кісі сирек баратын жиекте қаз-қатар отырған кетпеншілер. Жібек шапандарын делдетіп, қойқаңдап жүрген біреулер әрқайсына бір барады. Олар байбатшалар. Нан бересіз бе? Дейді кетпеншілер. Арзанға келесің бе? Дейді жібек шапандылар. Кетпеншілер жабырқап төбен қарап, бір нәрсе айтса, олар қарқ-қарқ күліседі. Кейбіреулері мұңайып налыған түрмен шекпенін арқалап жалдаушыларға еріп кетіп те жатады. Оқшаулау отырған бір қара шалға байбатшаның бір сыпырасы барады. Бәрі де қарқылдап күліп өтіп кетеді. Оның сөзі өзге кетпеншілерден басқа байбатшаларға өрескел, масқара сияқты. Оның айтатыны: мен де жалданатын кісімін, бірақ басқалардай нан үшін емес, жүздің бір үшін ғана емес, нақты санап алатын ділдаға қызмет етем. Мен жерге егін егіп, алтын шығаратын кісімін. Бір жаздық еңбегіме 400 ділда берсе, мен соның жалшысымын. Мен сияқты топырақты жерге онан кем жалдануға болмайды, дейді де, бір өз топырақты сығымдап алып, жалдаушының алдына қарай атып тастайды. Сонда Түркістанның топырағының бәрі алтын болып кеткені ме? Қатайтасыз, мырза. Бұл топырақ алтыннан да қымбат. Арпа, бидай, ас қана, алтын күміс, тас қана, деп жалданушы кісі шыңы жеткен темірдей жылтыраған шекесін күнге қақтай түсіп отыра береді. Жібек шапандылар оны естіп: әпейінді аз жеп қойған екенсің. Молырақ жегенде топырақ түгілімен гауһарға айналар еді. Күн көзіне жатып кішкене ұйықтап тұрсаң, сенімен сөйлесуге болар еді, деп қарқ-қарқ күліп өте берді. Жаманшал түркістандықтардың аңызы болған бай екен. Оның қосалқаты ақшалы болыпты. Қайдан көбейтетін жұрт білмей қайран қалады. Егіз туған саулықтай дүкендері молая береді. Жаманшал байыған үстіне байи береді. Оның байлық өркенінің мұншалық өріс шайғанына өзге байбатшалар қарны қарс айырылғандай болады. Оның ептеп тиын тебені болса да, шыға бергенін тәуір көреді. Қарашалды бәңгі дескендер кеңесіп, ақшалыны құлатпақшы болады. Төртеу-бесеу бірлесіп барып: мырза, сізге келдік, дейді. Келгеніңіз жақсы. Кеңесіміз бар, айтыңыз. Базарға керемет бір диқан келіп отыр. Жерге алтын егіп шығарады екен. Бірақ бір жазға 400 ділда сұрап, оны алдымен қолыма бересің, дейді. Осы отырғандар болып, ешқайсымыздың шамамыз келмеді. Тәңір берген байбатшы едіңіз, сіз алып, бір жаз өнерін көрсеңіз қайтер еді, деседі. Әбден болады. Бір жазда өндірмесе, 10 жазда өндірер, 10 өндірмесе, өлігі қорғанға көмілер. Барып сөйлесейік, деп базарда отырған шалға келіп: жалданасың ба? дейді. Жалданамын. Жалақымды нақты алам. Еңбегімді берем, бірақ еркіммен жүрем. Біріңді екі қылып қайтарып, артығын өзім алам. Егін піскен соң, қалтаңның аузын аш. Бір жаздық еңбек құным 400 ділда. Кереметімді көрем десең, сына соңымды, дейді диқан. Жаманшал сұрағанын бермекші болып алып қайтады. Бәңгінің сандырағына бір құлаттық, деп байбатшалар үйіне қайтады. Диқан келген байбатшаның 40 шарбағының 39-ында егіс басталыпты. Жері ескірді деп елемеген бір қорғаны қалып еді. Диқан соған келіп қосын тігеді. Байбатшаның уәдесі: не істеп жатырсыңдар, деп сұрамайтын болады. 400 ділдаға 4 өгіз, 2 жер ағаш, 3 жұмысшы жалдап алады. Егінге арнаған бар күші осы болады. Мұның өзі ақшалыны күдікке түсіреді. Өйткені ол шарбаққа егін еккен жылдарда ең кемі 10-15 кісі кетпен шауып,
4-5 қос жүруші еді. Мұнысы қалай? 2 қос 3 кісімен не істейді? Сұрап көрсем қайтеді, деп тықыршып барып, зорға сабыр етеді. Жұрт күнді жер жұтады, түнмен ұйықтайды, күн ысып кетті деп тағы жатады. Жұрт жұмысқа шыққанда диқанның 4 өгізін көгалға барып жайып жүрген бір кісісін көреді. Жұрт көлік шаршады деп қосын доғарып жатқанда, қарнын кебеже теңгегендей қылып, өгіздің егіз қорғанға кіргенін көреді. Жұрттың сыртынан көргені осақ болды. Шалдың қосы кештен басталады, күн көтеріле қояды. Шарбақтың ішін күн сайын бір айдап тастайды. Күндіз қорғанның қақпасы берік тұрады. Онда не істеліп жатқанын ешкім білген емес. Сырттан топшылағандар бәңгі қарап жүрау деседі. Жұрт жерін жыртып табылады, қауын қарбыз тігіліп жатады. Алды өсіп өркен жаяды. Диқанның қосы баяғы қалпында. Анда-санда қорғанға кіретін жаптан су ағып жатады. Бұл қорғанға да қауын егілмек еді. Жұрттың қауыны түйнек салуға айналғанда, таңертең қос доғарып жатқан жігіттер: «Диқан, біздің қос қашан бітер екен?» деп асыққандық белгісін көрсетеді. «Қолыңдағы ағашыңды айдаған жеріңе лақтырып көр. Бұл жердің жыртуы көңілдегідей болған-болмағанын сол біледі», дейді диқан, балта сабындай самиян ағашты жігіттің қолына беріп. Жігіт ағашты лақтырып жібергенде суға тастағандай жоқ болып батып кетеді. «Енді қосты бітірдік, балалар. Жақсы қызмет атқарыңдар. 4 өгізді 3-еуің сыйлағаным. Сатып ақшасын бөліп алыңдар. Мейілдерің мал етіп тұтыңдар», дейді. Қолдарына тағда 20 тілдадан ақша беріп, жігіттеріне рұқсат етеді. Мұндай еңбек ақыны, бұл сияқты сыйлықты жалпы жігіттер өмірінде бірінші кездестіреді. Бұл күнге дейін диқан қорғанның ішін 10 рет айдап, 7 рет суарған болатын. Көлде қораның ішінде осыдан 1 жеті бұрын өндіріп қойған үндінің қара құлабасы, парсының қара баспалдысы, Амударияның ала шартылдағы, ауғанның сары торламасының тұқымынан 4-ақ түп қауын егіледі. Өнген кезінде бір көреді де қорғанның аузына құлып салады. Жұрттың қауыны пісіп, базарға түсе бастайды. Қауыны ақша шығарған мырзалар: «Жаман шалбай патша, 400 лиданың диқаны не істеп жатыр?» деп күле бастайды. Оған мырза қысылады. Қипалақтап, диқаннан талай рет сұрайын десе де, сұрамаймын деп берген уәдесі бөгет бола береді. Сөйтсе де, бір күні қорғанның қақпасына келіп: «Диқан, осы қорғанның ішін бір көрсетсең қайтеді?» дейді. «Әбден болады, міне кілт. Бар да өзің көре ғой», дейді диқан. Есікті ашып жібергенде, жапырағының қалыңдығы бір елі болып, 4 жерде тұрған 4 түп пәлекті көреді. Ол пәлектердің түсі сарғайып, шөлдеп, ұшып кетейін деп тұрған тәрізді. Үндемеймін деген мырзаның ішіне өрт түсіп кетеді де: «Уәден қайда?» дейді. Мырза үндемейді. Қасына келіп құлаштай мақта қалтаны алады да 400 ділда алтынды санай бастап: «Сен сияқты уәдесіз кісіге еңбек сатқан айыбым үшін мына ділдәні санап ал», деп алдына үйе салады. Мұның тегін шал емес екенін алтын куәландырып тұрған соң, жаман шал қатты сасады. «Ғафу өтіңіз, қателесіппін. Онымды енді сездім». «Әй, сен сезіп дөңбассың, бірақ істі аяқтап шығу менің міндетім еді», дейді де диқан ділдәні қалтаға қайта салып, орнына тастай береді. Сонан біраз күн өткенде сол диқанды сен ал деп кеңес беретін байбатшалар тағы жиылып келіп: «Енді ақшалыны мазақтайтын күн болды. Біз қауынды сатып та бітірдік. Кел, барып масқарасын шығарайық, бір күліп қайтайық», деп жаман шалдың үйіне келеді.
Мырза, қалың қалай? Әбден жақсы. 400 жылда не істеп жатыр? Білмеймін. Оның себебі не? Өздерінің алдарыңда істеген ісін сұрамасқа уәде болғам. Мен бір айтқан соң сендердей тақақтап беймазаланатын кісі емеспін, дейді маңғазданып. Ақшаның қызығына түсіп кетіп, қауынды түгел сатып жіберіппіз. Жейтін қауын қалмаған соң, айрықша қауын еккен диқаннан жегелі келдік, деседі мырзалар. Жүріңдер онда, дейді. Күлуге келген мырзалар ілесе жөнеледі. Олар әңгімелесе отырып, диқанның қорған қақпасындағы қосына келеді. Қожасы байлардың қауын жегелі келгендігін айтады. Әттеген ай балам, енді бір күн сабыр еткеніңде кемеліне келтіріп жеген болар едіңдер. Қайыр, өзің қораға кірде, кіре берісте ала таяқша шаншып қойған жерімде жатқан түйнекті үзіп әкеле ғой. Осы келген тобыңа сол да жетер, дейді. Байбатша қорған ішіндегі қауынды көріп қайран қалады. 4 түп қауын желсін жайып, қорғанның ішін түгел алып кетіпті. Әр жапырағы сайын түйнегін қауын жусаған қойдай деңкейіп жатыр. Әрбір бұтақтан шыққан желіні бетімен жібермей, реттеп жолға салып, бір-біріне шатастырмай даралап өсіріпті. Түйнеген қауынға алуан түрлі ағаш, шөптен белгі қойып, кейбір жапырақтарын жұлып тастапты. Мұндай қауын өсіргенді бұрын көрмеген бай, шетіндегі айтқан қауынды үзіп жібергенде, ол қарс айырылып екіге бөліне қалады. Кеседен асып төгілген балдай шірнесін сорғалатып, жартысын көтеріп әкеледі. Кесіп жеген мырзалар 2-3-тен артық аузына салуға тәттілігінен тіл үйіріп, мүмкіншіліктері болмайды. Сол жартысы бәрінің сусынын қандырады. Соны түйнегім деп отырған диқанның үлкен қауынның қандай екеніне көздері жете алмай, күлуге келген байбатшалар 400 тілді деп бір-біріне қарасады. Бұл Түркістандағы қауынға кірген айрықша тәттілік. Байбатшалар кетуге айналғанда: Байбатша, енді 5 күннен кейін базарға қауын апаратын арба жібер, дейді диқан. Олай болса, дейді көзі күлім қаққан ақшалы, базардан дүкен әзірлетейін. Қауынның сату міндеті менде, байбатша. Мен үшін дүкеннің керегі жоқ, деді диқан. Көлік келгенде алдымен 4 түп пәлекті өгіз жегіп, арқанмен тарттырып, далаға шығарып тастатты. Қорғанның іші үйілген қауын болады да қалады. Қауын базарға барғанда өзгенің бір арба қауынының құны диқанның бір қауынының пұлы болады. Өзгелердің қауынына саудаласқанды қойып, жұрт жаңа түсті қауынға жабылады. Диқан басында өзі тұрып алып, алыпсатарлардың қолына түспейтін қылып көптеп қауын сатқызбайды. Тәтті қауынның тұқымы елге тарағандай етіп, 1-ден, 2-ден артық ешкімге бергізбейді. 50 көлікпен тасып, қауынды сатып та бітіреді. Шал ақшаны тапсыру үшін байбатшаны өзінің қосына қонаққа шақырады. Мырза диқаннан ақшаны қалай көп алу жөнінде алуан түрлі ой алады. Өйткені оның қорғандарының ешқайсынан жылына 400 жылдан артық табыс түсіп көрген жоқ еді. Оның үстіне диқанның қауын еккен қорғаны жері тозып, егін шықпайды деп қалдырған егістік болатын. Онан мұншалық өнім шығады деп ойлаған да жоқ еді. Өзін шығынға итермелеген байбатшаларға ерегісіп, жорта істеген бір кісілігі болғанды. Бірақ диқан базардың сан адамның алдында біріңді 2 етіп қайтарам дейді. 1 жылда қорғанында құлдық ететін біреуді сатып алғаным болар деген. Диқан ескі жерді жаңартып, өлкеде бұрын болмаған тәтті қауын шығарып, сатып алуға жұртты ынтықтырады. Базардағы қызметшілердің лепірме сөзіне қарағанда, қауын бумағап алтын болыпты. Кемінде 40 мың ділда деген айтады. Тіпті 10 мың ділда болса да, 800-нен қалған ақшаны
бір қаңғыған шал алып кете бермек пе? Мұндай жағдай ата-бабасының ешқандай тарихында болып көрген емес. Жер-су ақшалынікі бола тұрып, ақшаның көбін диқан қалай алады? Ал көптің алдында берген уәде бар. Оның басқасын қойғанда, іштей бақталас 4 мырза есіткен. Олар диқанның қасиетін енді біліп, қалай қолдарына түсіруді ойлап, алуан түрлі айла амалын істеп жүр. Диқанға жаны ашмаса да, жаман шалға артық алтын түсірмеуге ара түседі. Бірақ кісілерінің айтуына қарағанда, диқан баймен есебін бітірген соң басқа қалаға кетпек деседі. Ақшаны сақтап беруге сұрамақ болады. Оған көнбеген күнде жалғыз шалды жоқ салуға жіберіп, қорғанның бір жерінде көме салуға, өштескен адамын өлтіретін қаншердің қасына ертіп, түнде барады. Диқан керекті құралдарын жинастырып, жолға шығуға дайындалып отырған рас екен. Алуан түрлі оймен басы қатып, келген мырза қорғанға кіріп қайран қылады. Бұрын жұмысшылар жататын үлкен бөлме қаңырап тұратын еді. Ол сыпырылып, кілем, киіз төселіп, жарқырап, шырақ жағылыпты. Жаздай диқан жатқан қақпа босағасындағы бөлмеде ет, май, күріш, түрлі жемістер үйіліп жатыр. Қорған ішінде алаулап от жанып, шай қайнатып, ас дайындаған бірнеше адамдар жүр. Төрге диқанды отырғызып, Түркістанның белгілі диқандары түгел жиналып, егістің өнімді болу жөнінен әңгімелесіп отыр екен. Тоқымдай кетпенімен төбені допша қағып аударатын жас егіншілер егіс шақта қарттың әңгімесін тыңдап отыр. Селебе пышағын ішіне байлап келген мырзаның бас кесері көптің сесінен тайсалып, кейін шегініп қалады. Келген мырзаны көрген қызметшілер: «Мырза, жоғары шық!» десіп төрден орын көрсетеді. Арам ойының орындалмайтынына көз жеткен мырза бой жасырып қалған бас кесерін іздей алмайды. «Мен жер шарын түгел аралап, елдің игілігін сақтамаған алақандай да жер көрмедім. Егін шықпайтын, кен шықпайтын жер жоқ. Бірақ елге еркіндік, жерге еңбек керек. Жердің егіз емшегінің бірі су, оны да еркін еңбек табады. Бүгін Түркістандамын. Жер ырыс таңдамаймын. Түркістанның бүгінгі таңында шешіліп, еңбек ететін жағдайы да жоқ екен. Еңбек иесінде жер жоқ екен. Жер иесінде еңбек жоқ екен. Мен бұл топырақтың бәрі көмулі жатқан алтын екенін көрдім. Бірақ суды молайту керек», дейді диқан баба. Диқандар ас ішіп, алуан қызық әңгіме тыңдап отырып таңда тұрады. Көптің алдында мырзаға 800 ділда санап беріп, қалған бір қалта алтынды отырғандардың ортасына қояды. Бұл ерікті Түркістанның суын молайтуға қаржы болсын. Ол күн замаяқ туады. Мен оған дейін дүниені бір оралып келейін. Мен көп өмір көрген адам болсам да, үйренетінің әлі көп, соны іздеймін, деп диқан батысқа қарай жүріп кетіпті. Түркістан бүгін сол диқан айтқан еңбек иесінің қолында. Қауын егесі бір қорғанның ішінде ғана емес, ондаған гектар жерде. Оны біз Түркістанның алақандай базарында ғана сатпаймыз. Москва, Ленинград, Украина, Белоруссияға қала берсе жер шарына жетерлік етіп егіп жатырмыз. Қазбалатын алтын біздің келешегіміз. Өрбіген ұрпақтардың бақыты. Сол көмулі ділдаға 100 мыңдаған колхозшылар кетпен соғып жатыр. Жердегі қазынаның кілтін екпінділердің сапалы ашты, деп әңгімесін аяқтады қарт. Балалар, бұл әңгімені автор сендерді еңбекқорлыққа, төзімділікке, шыдамдылыққа шақыру мақсатында жазған. Әңгімені оқи отырып, қауын өсіру кәсібінің қыр-сырын танып, адал еңбекпен күн көру жолдарын үйретеді. Еңбек түбі береке екенін шығарма соңындағы бір арбаға татырлық, бір қауынның құнымен аңғартады.
бейнеттен қашпай еңбекке ұмтылайық.